Сахабаның негізінде тарихы өте терең екен. Радиаллаху анху ең алғашқы демек, енді бірақ тірі кезінде жұмақпен мүжделенген сахабалардың бірі. Сол үшін Тәубе сүресі түседі. Бұл туралы қалай айтады? Негізінде Тәбук шайқасында барлығы шығады. 3-4 сахаба өкінішке орай шыға алмай қалады, әртүрлі себептермен. Енді анау бар, мынау бар, қазір шығып атпен қуып жетем деген бір әртүрлі сылтаулармен шыға алмай қалады. Сол кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи кейін сұрайды: "Я Қаб, сен не үшін келмедің?" Енді қалған сахабалар әртүрлі бір себептерді айтады, бірақ Қаб радиаллаху анху ештеңе айта алмайды. Өйткені мен қазір не айтсам да, саған Аллах тағала бұл шындықты білдіреді дейді. Сол үшін ешқандай бір себеп айта алмағаннан кейін 50 күнге дейін, енді 50 күн демейді, жалпы Аллахтан белгілі бір аян келмейінше бұл сахабамен ешкім сөйлеспесін дейді. Сөйтіп 1000 жерден, бұл айтқанда Пайғамбар саллаллаху алейхи жақын туыс болғанмен де Каб хазіреттерін шеттетеді. Оған мүшриктер келіп айтады: "Давай сен біздің қасымызға кел. Сен и так барлығы шеттетіп жатыр. Сен қайтесің, үшін біздің қасымызға кел" дейді. Бірақ Аллахқа деген сонда бір мейірімділігі, сонда бір сүйіспеншілігі болғаннан кейін күні-түні дұға етеді. Аллахтан кешірім тілейді. Және 50 күнге таяған кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи сүйіншілеңдер дейді. Аллах Тәубе сүресі сол кезде түседі, және Кабтың тәубесін, кешірімін қабыл етті дейді. Міне осындай бір керемет сахабаларда, осы Стамбулдың жан-жағында жерленген. Мен ойымша міндетті түрде келіп көріңіздер. En azından Kur'an ayetlerinde көрсетілген атты есімдер өткен сахабалардың жана барған пайғамбардың Иса пайғамбардың жерленген жерлерін көруге бір нәсіп болды.